Елімізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңнаманың қабылданғанына биыл 20 жыл. Қоғамдағы індетпен күрес жыл өткен сайын күшейіп келеді. Осы айтулы датаға орай аймақта адал жол, честный путь ұранымен парақорлыққа қарсы марафон бастау алды. Осыдан 20 жыл бұрын Қазақстан ТМД елдері арасында алғаш болып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама қабылдап, онымен күрес жүргізетін арнайы мемлекеттік орган құрылды. Содан бері жемқорлықты ауыздықтау бағытында заң үстемдік етіп, әлемдік стандарттарға сәйкес кешенді бағдарламалар қабылданып келеді. Бүгінде жемқорлықты тыю жолында құзырлы орган ғана емес, қоғам болып бірігіп, жұдырықтай жұмыла күресу қажет. Жалпы марафон мына сыбайлас жемқорлыққа қарсы және мемлекеттік қызмет туралы заңның 20 жылдығына және Астана қаласының 20 жылдығына арналған. Сонымен қатар жалпы марафонның құрамында спорттық шаралар, флешмобтар, акциялар, семинарлар, кеңестер, конференциялар қоса өткізілетін болады. Тұңғыш президент саябағында ұйымдастырылған шараға Нұр Отан партиясының мүшелері, үкіметтік емес ұйым өкілдері мен мемлекеттік қызметшілер және белсенді жастар қатысты. Алдымен 200-ге жуық жас парақорлыққа жол жоқ ұранымен флешмоб билеп, республикалық акцияға өзіндік үн қосты. Облыс орталығынан бастау алған адал жол, честный путь атты сыбайлас жемқорлыққа қарсы марафон бір айға созылып, барлық ауданды қамтитын болады. Адалдықты ту еткен көш бірінші Арал ауданына аттанып, 20 жылдыққа 20 автокөлік теңізді өлкеге жол тартты. Әділбек Жақанов, Ахан Алиев, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.